Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ішіп пісіп бір жасағаннан шығатын оладьи жасайтын боламыз. Бұл рецепті көптен бері іздеп жүр едім, таптым және сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бір ыдысымызды алып, оған бір жұмыртқамызды салып, үстінен құмшекер, 3 ас қасық құмшекер, шым-шым тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1,5 шыны айранымызды қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бір массаға келгеннен кейін үстінен ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Бұл рецептқа көп ештеңе кетпейді. Үйдегі бар нәрсемен жасасаңыздар өте тиімді. Мінекей ұнымызды да салып, оны да жақсылап араластырып алдық. Видеода көрсетілгенде қоюлық болу керек осындай. Одан кейін үстінен жарты шай қасық ас содасын салып, оны да жақсылап араластырып, 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Содамыз бұл жерде жақсы араласу керек, іртік-іртік болып қалмасын. Мінекей 5 минуттан кейін алып, қызып тұрған майымызға осылай қасықтың көмегімен салу арқылы екі жағын аунатып отырып пісіріп алатын боламыз. Оттарыңыз қатты қызып кетпесін, кішкене баяулатып, жартылай баяулатып қойсаңыздар болады, сол кезде іші де пісіп шығатын болады. Мінекей барлығын пісіріп алдық, өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын, ұнап жатса қолдап кетіңіздер.